Сәлем достар, сіз пластикалық бөтелке не ыдысты сатып алған кезде оның ағзаға қаншалықты қауіпті екенін ойладыңыз ба? Ал бөтелкедегі суды сатып алар кезде нені тексеру қажет екенін білесіз бе? Сіз бөтелкенің түбі сау болса болғаны деген кеңесті ғана естіген шығарсыз, бірақ денсаулығыңызды қорғау үшін бұл жеткіліксіз. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін біз пластикалық бөтелкедегі суды немесе басқандай пластикалық ыдыстарды сатып алар алдында нені тексеру қажет және пластикалық бөтелкелердің қаупі жайлы айтатын боламыз. Көптеген өткізілген зерттеулерден кейін пластикалық ыдыстар мен тағамды не суды жиі тұтынатындарда бауыр ферменттерінің көбейіп, қарын майлану артқандығы анықталған. Себебі қарапайым кофе және шай секілді ыстық сусындар үшін қолданылатын пластикалық стакандар канцероген зат ретінде белгілі бензолдан жасалуда. Қоршаған ортаны ең ластаушы зат ретінде қаралатын пластиктер тамағымыздан бастап қалқанша безі, қарын жақтағы ұйқы безі, әйелдерде аналық безі, ал еркектерде жұмалақ жыныстық безіне түбегейлі әсер етуде және бедеулікке себеп болуда. Сәбидің сүт бөтелкелерінде де бұл зиянды заттар болуы мүмкін. Тіпті бұл зиянды заттар баланың бүкіл генетикалық құрылымын өзгертуі мүмкін. Жалпы пластикалық бөтелкелердің жапсырмасында бөтелке қандай пластиктен жасалғаны туралы жазба болады. Бұл ақпарат өте маңызды. Себебі кез келген пластиктан бөтелкенің ішіндегі нәрсеге әртүрлі дәрежедегі қауіпті химикаттар бөлінеді. ПЭТ немесе ПЭТ. Бұл ПЭТтер немесе бір рет пайдаланатын бөтелкелер. Олар сұйықтыққа адамның гормоналды балансына әсер ететін ауыр металл мен заттарды бөлуі мүмкін. ПЭТ әлемдегі ең жиі пайдаланатын пластмастың түрі. Мұндай ПЭТ деген осындай таңбасымен бөтелкелер мен басқандай өнімдерді тек бір рет қана қолдануға болады. Мұны есіңізде сақтап жүріңіз. Егер сіз мұндай бөтелкелерге өз суыңызды қайта құятын болсаңыз, сіздің ағзаңызға кейбір сілтілі элементтер мен көп мөлшердегі бактериялар енуі мүмкін. HDPE немесе HDPE ешқандай зиянды заттарды бөлмейтін өте жақсы пластик болып табылады. Мамандар мүмкін болса осындай бөтелкелердегі суларды алуға кеңес береді. Қауіпсіз әрі қоршаған орта үшін де пайдалы. Пластиктің бұл түрін қайта өңдеуге де болады екен. Ол пластиктің қатты түріне жатады. Көбінесе сүт, ойыншық, жуғыш заттарды сақтауға және кейбір пластикалық пакеттерді өндіруге қолданылады. PVC немесе V. Бұл материалдан жасалған заттар кем дегенде екі зиянды химикатты бөледі. Екеуі де адамның гормоналды балансына кері әсерін тигізеді. Бұл жұмсақ егілгіш пластик көбінесе сұйық май мен балалардың ойыншықтарын сақтауға пайдаланылады. Одан халық тұтынатын көптеген тауарларға блистерлі орама жасалынады. Сонымен қатар ол компьютер кабельдерін қаптауға пайдаланылады. PVC пластикалық өнімдерден пластикалық құбырлар мен сантехникаға қажет бөлшектер жасалынады. PVC-ге тікелей күн сәулесі мен ауа райы әсер тигізбегендіктен, одан терезе рамалар мен бақ құбыр шегі жасалынады. Сарапшылар баламасын таба алатын жағдайда PVC-дегі сусындарды сатып алмауыңызға кеңес береді. LDPE пластиктің бұл түрі бөтелке және пластикалық пакет өндірісінде пайдаланылады. Ол өзі сақтап тұрған суға ешқандай химиялық заттарды бөлмейді. Алайда пластиктің бұл түрі тек су сақтауға ғана зиянсыз. Азық-түлік дүкенінен одан жасалған пакеттерді сатып алмауыңызға жөн болады. Себебі сатып алған азық-түлігіңізбен қоса жүрегіңізге өте зиянды химикаттарды да жеп қоюыңыз әбден мүмкін. ПП пластиктің бұл түрінің түсі ақ немесе мөлдір түсті болады. Ол сироптар мен йогурттардың қаптамасы ретінде пайдаланылады. Полипропилен өзінің қызу тұрақтылығымен бағаланады. Оны қыздырған кезде ол балқымайды. Салыстырмалы түрде оның зияны жоқ. PC көбінесе кофе стақаны мен жылдам тамақтанудағы контейнерлерді жасауға пайдаланылады. Қыздырған кезде зиянды химикалық қоспаларды бөледі. Полистирол арзан, жеңіл әрі мықты пластик болып есептелінеді, бірақ ыстық тамақ пен ыстық сусындарды сақтауға жарамайды. ПК немесе арнайы белгілері жоқ пластмасса. Бұл пластиктің ең зиянды түрі. Суларға арналған бөтелкелер мен тамақ контейнерлерін өндіруде пайдаланылады. Поликарбонаттан жасалған ыдыстарда тамақ пен суды сақтауға болмайды. Ол бисофенол А деген затты бөледі. Ол зат адамның эндокринді жүйесін бұзады және эстроген гормонын бөлінуін әсер етеді.
Әрине біз сіздерге мүлде пластикалық бөтелке не пакеттермен қолданбаңыз деп айта алмаймыз. Тіпті қазір олсыз күнделікті өмірді елестету қиын болатын еді. Жай пластикалық қаптамада бір нәрсені сатып аларда жақсылап ойлаңыз. Пластикалық ыдыстарды өмір салтымызда мүмкіндігінше алшақ ұстасақ жөн болатын еді. Бәлкім бұлардың орнын шыны, болат секілді ыдыстармен қолдану дұрыс болатын шығар. Пластикалық ыдыстардың ішінде еш нәрсе мұздатып және ысытпау керек. Сондай қышқылды және тұзды тағамдар пластикалық ыдыстың құрамын бұзып, бисофенолдың азыққа орналасуына себеп болады. Қысқасын айтатын болсақ, пластиктің қаншалықты пайдалы жақтары болса, соншалықты зиян жақтары да болады. Бүгінгі видеомыз пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып денсаулығыңызға мән беріп қараңыз. Әрине видеоны ВКонтакте, Facebook, WhatsApp және де басқандай әлеуметтік желілердегі достарыңыз бен туыстарыңызға бөлісіп көрсетіп кетіңіздер. Білмеген жандар біліп жүрсін. Ал егер сіз бүгін пазл арнасын бірінші рет көріп отырсаңыз, онда тіркеліп, қасына шыққан қоңыраушаға басып кетуге ұмытпаңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Ал егер сіз осыдан да қызықты әрі пайдалы заттарды білгіңіз келсе, онда біздің ВКонтакте тобымыз сізге арналған. Ол жерде сіз қызықты мәліметтерден бастап, әлемдегі соңғы жаңалықтарға дейін бәрін біле аласыз. Пайдалы кеңестер, ғылыми, тарихи, спорт, көңіл күйді көтеретін жазбалар, жан түршіктірер, таңғаларлық, есте қаларлық оқиғалар мен мотивациялық, өмірге қажетті посттар күн сайын арнайы көрермендеріміз үшін шығып отырады. Қызықты мекені біздің тобымызда. Қосылып бізбен бірге болыңыз. Тобымызға және де барлық әлеуметтік желілеріміздегі парақшаларымызға сілтемелер видеоның сипаттамасында және бірінші комментарийде болады. Барлық желілерге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.